басқа осы көтеріп жүрген проблемаларға мән берулеріңізді сұраймын. Үйтпесе сіздер жаңағы билер жылда жиналады, бірақ бір жыл бойы сіздер осы бір жынысқа қатысты бір нәрсе жасадыңыздар ма? Сіздер осы лудомания, ставка, құмар ойынына қарсы бір нәрсе жасадыңыздар ма? Сіздер осы наркотик туралы бір нәрсе жасадыңыздар ма, билер алқасы? Егер сіздер жылда өстіп әшейін жиналып, я деп бастарыңызды изеп кете беретін болсаңыздар, басына жаңағы би болған өңшең қиқым деген сөзге келесіздер. Сондықтан сіздер билер алқасы болғаннан кейін осы жерде ақсақалдар, үлкен буын, бүкіл үміт біздердің, біз орта буынбыз. Және бізден кейінгі жас буын, бүкіл үмітіміз сіздерде. Өйткені сіздер ақсақалсыздар, сіздер үлкен кісілерсіздер. Сіздердің сөздеріңіз бізден гөрі кішкене тезірек жетеді. Өйткені сіздердің сөздеріңіз салмағы бар. Ал енді сіздер билер алқасы болғаннан кейін, бүкіл республикалық Қазақстан бойынша билер алқасы болғаннан кейін, сіздердің көтеретін мәселелеріңіз бірінші очередьте осы болу керек. ЛГБТ, бір жынысты ұйымдар, наркомания, құмар ойындар, одан кейін мына неше түрлі қитұрқы заңдар. Ал енді басқа бір мектепке доп бердік, бір жесір әйелге көмір бердік, бірдеңе деген майда шүйдені, онымен қайырымдылық қорлары айналыссын. Ол билер алқасының айналысатын нәрсесі емес. Сіздер кәдімгі республиканский масштабтағы, мемлекеттік масштабтағы дүниемен айналысу керексіздер.